Сәлеметсіздер ме әріптестер? Педагогикадан дайындығымызды бастаймыз. 10-шы нұсқа. Бірінші сұрақ. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ. Жауап: төмен дәрежелі. Екінші сұрақ. Көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Жауабы: оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы. Үшінші сұрақ. Оқушыны толық жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға алу кезінде қолданатын сұрақ қою тәсілі. Жауабы: түрткі болу. Төртінші сұрақ. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударатын тәсіл. Жауабы: гуманистік. Бесінші сұрақ. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе. Жауабы: нені енгізу қажет. Алтыншы сұрақ. Оқуды даралаудағы шешуші критерий. Жауап: білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Жетінші сұрақ. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі. Жауабы: сынақтан өткізу. Сегізінші сұрақ. Тұлғаның білім алуында ақыл ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі. Жауабы: танымдық. Тоғызыншы сұрақ. Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ. Жауабы: жоғары дәрежелі сұрақ. 10-шы сұрақ. Алдымен алғашқы жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі. Жауабы: түрткі болу. 11-ші сұрақ. Бала құқығы туралы конвенция қабылданды 1989 жылы 20 қарашада. 12-ші сұрақ. Педагогика пән ретінде тұңғыш рет оқылды 18 ғасырда Германияда. 13-ші сұрақ. Педагогикалық консилиум әдісі. Жауабы: оқушылардың тәрбиелілігін белгілі бағдарлама арқылы бағалау. 14-ші сұрақ. Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді. Жауабы: дәстүрлі және инновациялық. 15-ші сұрақ. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған. Каменский. 16-ші сұрақ. Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш енгізген ғалым. Песталоцци. 17-ші сұрақ. Педагогика қандай ғылым? Жауабы: адамды тәрбиелеу туралы ғылым. 18-ші сұрақ. Педагогикалық процестің компоненттері. Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма. 19-ші сұрақ. Педагогикалық әдеп. Жауабы: талап ету. 20-ші сұрақ. Педагогикалық инновация дегеніміз. Жауабы: педагогикалық жаңашылдық және жаңа технология. Ал құрметті әріптестер, каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп өтіңіздер. Рахмет.